Сәлем лидер, бүгін біз қазақтың аққан жұлдызы ең алғашқы ғалымы Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов туралы география пәнінен ұбт-да келетін барлық мәліметтерді үйренетін боламыз. Өзіңмен бірге дәптеріңді аша қой, және де осы жақта келген даталарды Шоқан Уәлихановтың еңбектерін жазып отыр. Ең алғашқы Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов бізде Абылай ханның шөбересі болып табылады, және де қазақтың орта жүзінің соңғы ханы Уәли ханның немересі аға сұлтан болған Шыңғыстың ұлы. Яғни айтқанда тікелей Шыңғыс ханның ұрпағы өте текті болған. 1835 жылы дүниеге келген, шын есімі Мұхаммед Қанапия. Бірақ та әжесі кішкентай кезінен Шоқан деп атап, дүйім жұрт оны осы Шоқан есіммен таныған болатын. Қазақтың көрнекті және де ең алғашқы ғалымы, зерттеушісі, саяхатшысы, оған қоса география, этнография, шығыстану салаларына үлкен үлес қосып, Қазақстан табиғатын зерттеуде мол еңбектер қалдырған болатын. Небәрі 12 жасында оны әкесі Шыңғыс омбы кадет корпусына оқуға жібереді. Ол кезде офицерский корпустарда, білеміз, тек қана орыстардың элиталарының балалары ғана оқитын. Осы кезде Шоқан сол омбы кадет корпусында оқыған. Ол жерде оның бірге оқыған адамдары көрнекті ғалым Потанин, Семенов, Тянь-Шаньский деген сияқты ғалымдар болған, және де орыстардың көрнекті ғалымы Федор Достоевскиймен сол жақта тіл табысқан екен. Енді 1853 жылы 18 жасында осы омбы кадет корпусын бітіреді, және оны Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфорд өзінің қасына алып қалып, арнайы тапсырмалар офицері деген лауазым береді, өзінің ең алғашқы экспедициясына қатыстырады. Бұл 1855 жылы болады. Бұл жерде қазақтың Сарыарқа, яғни орталық Қазақстан өңірлері, Семей, қазіргі Семей қаласының жеріне, және де Жетісу, бұл жақтағы Верный бекінісі, қазіргі Алматыға дейін саяхаттайды. Осы саяхат барысында Шоқан Уәлиханов қазақтардың табиғаты мен халық өмірін зерттейді. Халық өмірі дегеніміз, яғни қазақтардың әдет ғұрыптары, бұрынғы заңдары және де көне діндерін қағазға түсіреді. Жалпы осы экспедициясынан кейін Гасфордпен бірге көп ұзамай ғылыми әскери экспедициясының құрамына кіреді. Бұл 1856-57 жылдар аралығында болады. Тянь-Шань, Жоңғария, қазіргі Қырғызстанның Ыстық көліне дейін барады. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сипаттап, сол жердегі өсімдіктер мен жануарлардан гербарий жасайды, сауда жолдарын зерттейді, және де қазақ халқының тұрмысы мен тарихын жазады. Осы жерде тек қана қазақ халқы емес, Ыстық көл маңында өмір сүрген қырғыз халқыларының тұрмысы мен тарихына, және де олардың Манас эпосында ғылыми тұрғыдан қарап, ең алғашқы Манас эпосын зерттеген ғалымдардың бірі болады. Енді Шоқан Уәлихановтың үшінші саяхаты, яғни Қашқарияға саяхат. Бұл Қашқарияға саяхаты мен Шоқан Уәлиханов бүкіл әлемнің географиясында орын алады. Себебі 1858 жылы, яғни 19 ғасырдың ортасында Қашқария еуропалықтар үшін жабық аймақ болған. Себебі Қытайлар жабық есік саясатын ұстанып, тек қана саудагерлерді өз мемлекетіне кіргізетін. Осының әсерінен Қашқария ешқандай картада белгіленбеген болған. Шоқан Уәлиханов саудагердің атын жамылып осы Қашқарияға өтеді, және де осы Қашқар жерінің географиясы мен табиғатын, әлеуметтік экономикалық жағдайын, тарих мен этнографиясын зерттеп қана қоймай, Будда монастырларындағы сирек қолжазбаларды әкеледі. 1859 жылы Алматы қаласына осы Қашқариядан қайтып келіп, өзінің бүкіл деректерін география ғылым одақтарына жариялайды. Жариялағаннан кейін бүкіл орыс ғалымдары Шоқан Уәлихановтың батылдығына, еңбегінің сапасына жоғары баға беріп, тіпті ағылшын тіліне аударады, және де осы Қашқарияға саяхат еңбегі бүкіл еуропалықтарға тарап, бүкіл осы карталардан Қашқария жерінің түсуіне себеп болады. Енді ғылыми еңбектері. Шоқан Уәлихановтың осы ұбт базасына келетін 4 негізгі ғылыми еңбегіміз бар. Бұл Іленің арғы бетіндегі өлкенің географиялық очеркі, жоңғар очерктері, Қашқария туралы зерттеулер және Қазақстан мен Орта Азия туралы материалдары. Бұл материалдардың бәрі тарихи жағынан болсын, география, этнография жағынан болсын, әлі күнге дейін өзінің актуалдығын жоғалтқан жоқ.
Петербург кезеңі осы Қашқариядан қайтып келгеннен кейін орыстардың бүкіл ғылым ордасы, бүкіл ғалымдар жиналған Петербург қаласына Шоқан Уәлиханов барып тұрады, және де осы Петербург кезеңінде орыс география қоғамының мүшесі болады, және де бүкіл көрнекі географ ғалымдармен сол жақтағы достық қарым-қатынас ұстайды. Ол жердегі Орта Азия картасын құрастыруға қатысады, география, этнография, тарих бойынша құнды мәліметтерді жинап алып келеді. Бірақ та туберкулезбен ауырып қалғанның кесірінен өзінің отанына, яғни қазақ жеріне қайтуға мәжбүр болады. Орыс география қоғамындағы қызметі. Шоқан Уәлиханов осы орыс география қоғамына небәрі 22 жасында 1857 жылы толық мүшесі болады, және де профессор лауазымын алып қоғамдағы ең жас мүше болып сайланады. Ол кездегі қазақтың ғалымдары үшін, қазақтар үшін бұл орасан үлкен жетістік болып табылған. Енді осы 1859 жылы 60 жылдары Петербургтан қайтып келгеннен кейін туберкулез ауруының әсерінен 65 жылы Шоқан Уәлиханов қайтыс болады. Бірақ та Шоқан Уәлихановтың есімі Іле Алатауындағы шыңға және де Жетісу Алатауындағы мұздықтарға беріледі, және де оның Қашқарияға саяхаты, қазақ пен қырғыздардың этнографиясы және де ол жердің географиясын зерттеуі әлі күнге дейін актуалды болып, құнды деректер қалдырып отыр. Осымен бізде география пәнінен ұбт-да келетін Шоқан Уәлиханов туралы сабағымыз бітті. Келесі кездескенше.